Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бүйрек ауруларының біз мән бермейтін белгілері жайында айтатын боламын. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауы тиіс. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың саны 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2,5 миллионы өмірімен қош айтысады. Қазақстанда да бұл дерттің шырмауына түсіп, шырылдап жүрген жандар жетерлік. Бүйрек зәр өндіріп, оны несеп жолдары арқылы сыртқа шығарумен айналысады. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілтілік тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпта ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Эритропоэтин секілді бүйрек гормоны жілік майындағы қан жасушаларын бақылап отырады. Онымен қоса бүйрек Д дәруменін өндіріп, қандағы кальцийдің көрсеткішіне ықпал етеді. Бұл дәрумен сүйектің мықтылығын сақтауға көмектесетін минералдандыру әрекетіне өте қажет. Көбіміз ісу, бас ауыру мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді екен. Бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығатын болады. Бүйрек ауруларының белгілері. Зәрдегі көбік. Зәр қатты қыстап, дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы алаңдауыңызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауынан, әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады. Ал қызыл немесе қызыл және қоңыр зәр. Зәрдің түсі ақ сарыдан бастап, қою кәріптас түске дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарымыз әсер етіп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, фасоль мен дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр, қызыл, тіпті жасыл көк түске бояп жібереді. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін симптом. Тұнықтығын бұзатын тағы да бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаса, міндетті түрде нефролог маманның көмегіне жүгініңіз. Бел ауруы. Ауырсыну сезімі арқада пайда болса, қабырға астында омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне беріледі. Ол кейде ішке және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл ауруды омыртқамен байланыстырып, шатастыратындар өте көптеп кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрмен асқындырып алмас үшін кәсіби көмекке жүгіну керек. Созылмалы шаршау мен әлсіздік. Бүйрек эритроциттердің құрылуын бақылайтын эритропоэтин гормонын өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік пен шаршауға алып келеді. Бұл бүйректі тексеруден өткізуге алғашқы себеп. Бастың ауруы немесе бас айналуы. Бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып, көп күшті талап етесіз. Бүйрек жұмысының нашарлауынан анемия мен басқа да асқыну процестері жүреді. Егер бұл симптомдар жиі-жиі мазаңызды алса, несеп шығару жүйесін тексеруден өткізу керек. Жүректің айнуы. Егер тамаққа дейін және кейін жүрегіңіз айныса, бұған тамақтан улану мен асқазан жолдарындағы бұзылыстардың қатысы жоқ болса, бүйрегіңізді тексертіңіз. Ағзаға түсіп жатқан зиянды заттарды сүзгіден өткізуге оның шамасы келмей жатқан болар. Алдымен лоқсудың басқа да себептерін сызып тастау үшін терапевтке барып, одан соң нефрологқа көрініңіз. Жиі зәр шығару. Бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарының кез келген ауруы себепкер болуы мүмкін.
Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтайтын функциясының бұзылысы адамдарды әуре сарсаңға салады. Ісік – бұл ағзада сұйықтық кідіріп қалған жағдайда болатын жайсыздық. Соның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сізде шынымен бір аурудың барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында ұзақ отыру мен кейбір дәрі-дәрмектер адам денесінің ісініп толынуына алып келеді. Әйелдерде ішке қабылдаған су етеккір немесе аяғы ауыр кезінде ағзада ұзақ сақталуы мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай, жиі белгі беруі бүйректегі проблемаға сілтейді. Құрғақ, жиі қышитын тері. Бүйректің қандағы құнарлы заттар мен минералдар тепе-теңдігін сақтай алмауы, токсиндер мен артық сұйықтықты сыртқа шығару кезінде проблемаларға тап болуы теріні құрғақтандырып жібереді. Әрине, теріміздің түрленуіне одан да басқа толып жатқан сыртқы факторлар да әсер етуі мүмкін. Бар мәселе бүйректен болса, оны міндетті түрде шешу керек. Қан қысымының лезде көтерілуі. Бүйрек адамның гормоналды жүйесінің басты қозғаушы күштерінің бірі. Ол қысым мен ағзадағы қан көлемін реттеуші. Сол себепті олардың жұмысындағы бұзылыс гипертонияның ұстамасына алып келуі мүмкін. Бұл белгі ілгеріде атап өткен белгілермен қатар пайда болса ғана бүйректің жұмысындағы проблемалардан хабар береді. Дене температурасының өзгерісі. Үнемі тоңып дірілдеу мен себепсіз қысымның жоғарылап кетуі бүйректегі бұзылыстардың әсері деп біліңіз. Дәрігерлер адам температурасы бүйректің қабынуынан, әсіресе пиелонефритте көтеріледі дейді. Ілгерідегі симптомдарды байқасаңыз, уролог немесе нефрологқа көрініп, зәр мен қанға анализ тапсырған жөн. Сол сияқты көпшілігіміз зәрге анализ тапсырып, жақсы нәтижесін көрсек, бүйректің халі жақсы екен деп іштей ой қорытуға құмармыз. Алайда ол көрсеткіш жалпы диагностикаға жарамайды. Бүйрек жұмысына сенімді болу үшін жылына 1-2 рет зәр мен қанға анализ тапсыру қажет. Міне, содан кейін ғана бүйректің жұмысын бағалай беруге болады. Көптеген бүйрек аурулары асқынып, әбден әлекке салуы мүмкін. Сол үшін жоғарыда аталған симптомдарды елемей жүрмеңіз. Бүйректің дұрыс жұмыс жасауы үшін не істеу керек? Біріншіден, дұрыс тамақтану керек. Адам ағзасының сүзгісі сіздің дұрыс тамақтанғаныңызға алғыс білдіретін болады. Сондықтан рационыңыздан қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастап, сәбіз, алма, тәтті бұрыш, асқабақ, шпинат пен басқа да көкөністерді көбірек енгізіңіз. Екіншіден, таза су ішу керек. Күн сайын 1,5-2 литр су ішуге тырысыңыз. Бұл бүйректің зиянды токсиндерді тезірек шығаруына көмегін тигізеді. Алайда суды бірден көп мөлшерде ішпеу керек және түнгі уақытта аз қабылдауға тырысыңыз. Ал емдік минералды судың көмегіне тек дәрігердің тағайындауымен ғана жүгініңіз. Бүйректе тастың пайда болуына көп мөлшердегі кофе мен алкоголь де әсер етеді. Салқын тигізіп алмау керек. Суық ауа райында аяқтың тоңбауын қамтамасыз ету керек. Сол сияқты жылы киіміңнің де маңызы зор. Ең бастысы бүйрекке суық тигізіп алмаудың қамын жасаңыз. Бастысы өзіңізді емдеумен айналысудың қажеті жоқ. Тіпті зиянды әсері болмайды деген дәрілердің өзін бүйрегіміз жақтырмай қалуы мүмкін. Сол себепті бұл ағзамыз сыр берген сәтте дәрігерге барып, жүйелі емдік шаралардан өтіп, ол тағайындаған препаратты ғана ішкен абзал. Құрметті көрермендер, егер де сіздерге видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алда әртүрлі пайдалы ақпараттар мен деректер ұсынатын боламын.